Жасым 35-те. Екінші некем. Перзентіміз әлі жоқ. Толық тексерілдік. Ешқандай медициналық ақау табылған жоқ. Осы жағдайға байланысты дін жағынан қандай амалдар немесе ұсыныстар бар екенін білгім келеді. Ең бірінші, үмітіңіз үзілмесін. Алла тағала кешіктіріп беруі мүмкін. Екіншісі, дұға қылуды ұмытпаңыз. Дұғаны жасап жатырмын ғой дейді. Жоқ, дұғаның ережесімен жасау керек. Дұғаны как попало жасасаң, фәдкуруни әдкуркум, мені қалай есің алсаң, как попало, мен де сені солай как попало есім алам дейді Алла. Өзінің правиласы бар ғой, әр нәрсенің ережесі бар. Сол ережесімен жаса. Бұл екі. Содан кейін әрдайым үлкендердің батасын ал. Ана баласы көптердің, оларға еліктеме. Алла тағала не берсе де қайырымен берсін. Не берсе де жақсылығымен берсін. Сіз ойлайсыз, мысалы кейбір перзенті сәл кешігіп жатқан адамдар ойлауы мүмкін. Мен не істеп қойдым соға Құдайға? Анау бір жүзікші біреу бар, қимылдап кетсе бала туады. Қимылдап кетсе бала туады. А сен осындай бәрін істеп жатсың, ішпеген дәрің жоқ, бармаған доқтырың жоқ, бірақ бала көтере алмайсың. Неліктен? Мен не жамандық істеп қойдым дегеннен емес. Алла тағала сені қорғап жатқан болуы мүмкін. Сенің дауысыңды естігісі келіп жатқан болуы мүмкін. Сенің көбірек мінәжат жасағаныңды қалағаны болуы мүмкін. Алланың жақсы көргені. Құдай сен сұрағанда бере салса, бұл сенің жақсылығың. Құдай бере салмаса, онда бұл Құдайдың жақсылығы. Алла күтіп жатыр, бір нәрсені үміт етіп жатыр. Сондықтан үмітіңді үзбе алтыным. Ешқашан үмітіңізді, қандай жағдайда болса. Одан кейін әр нәрседе қайыр бар деп сұра. Истихфарды көбірек айт. Астағфирулла, астағфирулла. Елге көрсетіп емес, ешкімге айтпай сыбырлап жүре бер. Мен естіп отқанда да астағфирулла, астағфирулла, жатқанда, тұрғанда, ерніңді жыбырлатып ішіңмен айтып, ешкімге көрсетпей, скрытный айтып, астағфирулла, тамақ істеп жатқанда, күйеуіңе қызмет жасағанда, күйеуіңнің қабағына қара. Бала мейірім мен махаббаттан дүниеге келеді. Мейіріммен келу керек. Демек күйеуіңе мән бер. Туу бала болмайды деп оның настроениесі құрып, ол бір басқа бір достар, одан кейін көңілін табуға тырыс. Сол көңілін табуға тырыс. Жағдайларың келсе, бүкіл докторға көрініп, барлық докторлардың ұстанымдарын бәрін ұстаңыздар. Біреу болмаса екіншісіне, екіншісі болмаса үшіншісіне, одан кейін қасиетті мекенге, соның біреуі Мәдина қаласы, Мәкка Мәдинаға, яғни Умраға барып келіңіздер. Умра махаббаттың қаласы, Умра Медине түсініктің қаласы. Екеуін қол ұстасып, Құдай қосқан жарыңмен сол Меккеге барыңыз. Содан кейін бағана сөзді айтпа, екінші күйеуім дегенде. Сол сенің бірінші күйеуің есебінде болсын. Сен екіншісің, үшіншісің, оны салыстырып, бұл сөзді ұмыт жан, бұл жақсы сөз емес. Екінші күйеуің ба, үшінші күйеуің ба, 5-ші жүрген жігітің ба, 16-ші жүрген жігітің ба, кому какая разница? Бізге не керегі бар оның? Саған да керегі болмау керек. Алда сөзді күйеуің естісе, не айтады? Мен екінші байыңмын деген жақсы сөз бе не? Айтпа ондай сөзді. Истихфар көп айт. Астағфирулла, астағфирулла айта бер. Ішіңнен сыбырлап айта бер. Санама одан кейін, 1975, 6375 деген санама. Аллаға қойып қой болды. Сонда әр нәрседе қайыр бар. Иншалла көресің, перзенті боласың.